Сәлем достар, бұл Cosplay. Видеоны бастамас бұрын бірінші сіздерге, яғни көрермендерге алғыс білдіргім келіп отыр. Себебі сіздердің лайктарыңыз, комменттеріңіз ары қарай да осындай сапалы контент жасауға, қазақ YouTube-ын көтеруге маған мотивация болады. Сондықтан да сіздерге көп-көп рахмет. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Ал біз бүгінгі шоуымызды бастаймыз. Бүгін бізде шоуда Huawei компаниясының Huawei Mate 20 Lite смартфоны. Бұл жерде көңіл аударатын қосымша ол Lite сөзі. Себебі Lite дегеніміз ол Pro немесе қарапайым Mate-қа қарағандағы жеңілірек, оңайырақ, арзанырақ түрі. Әрине бұл смартфонның маған ұнамайтын жері ол жалған шексіз дисплей жасауы. Ол дегеніміз мына қосарланған қас, яғни монобройф. Көп смартфондар, Қытайдан жасалған көп смартфондар осындай Infinity дисплей жасағысы кеп тұрсады, бірақ та iPhone-ға жету қайда. Менің ойымша монобройфты бұл смартфонға жасамай қойса да болатын еді. Себебі мынау астыңғы жағындағы бос орын, жан жағындағы қара рамкалары барлық түрді құртып тұр, және де үстіңгі жақтағы тип iPhone ол бұл смартфонға деген менің көзқарасымды бірден өзгертті. Мына монобройф настройкасына кіріп алып тастаса да болады. Сол кездегі үстіңгі жағындағы, астыңғы жағындағы, жан жағындағы қара рамкалары бүкіл смартфонның дизайнын құртып тұр. Өздеріңіз көргендей Mate 20 Lite смартфонның артқы корпусы Mate 10-ға қарағанда өзгеше, яғни шынымен қапталған. Бұл өте дұрыс шешім деп ойлаймын, себебі Mate 10 қолға ұстаған кезде тайып кету қаупі көбірек болған, себебі артқы жағы матовый және де алюминийдан қапталған. Сондықтан да Mate 20 Lite смартфонның маған көбірек жері ол корпусының шынымен қапталуы. Жалпы артқы корпус маған ұнады, бірақ та Mate 10-нан қарағанда өзгеше, себебі екі камерасы бір-бірінен ажыратылып орналасқан. Маған бұл ұнаған жоқ, себебі оның екі ортасына, яғни камералардың арасына тез шаң тұрып қалады да, оны қайта-қайта тазалап отыру керек болады. Әзер дегенде 2018 жылы Huawei компаниясы өз смартфондарына Type-C ұяшығын орнатты. Браво, браво Huawei! Мынау Huawei Mate 20 смартфонның артқы, яғни негізгі камерасы, және микрофонда өзінің микрофонына түсіріп жатырмын. Ақырын жүріп кеткен кездегі стабилизациясын қараңыздар. Менің ойымша стабилизациясы онша емес. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Достар, бұл Huawei Mate 20 Lite смартфонның видеосы. Менің ойымша бұл смартфон үшін бұл видеоның сапасы біріншіден онша емес, екіншіден стабилизациясы да онша емес. Мысалы, мен ақырын ғана жүріп келе жатырмын, бірақ видео екі жаққа қарай дірілдеп, қозғалып, бүкіл түсірілген кадрларды немесе видеоны әдемі емес қылып тұр. Менің ойымша бұл бағаға және бұл смартфонға жақсырақ та камера қоюға болатын еді. Біз қазір Көктөбеде берем, Шымбұлақта жүрміз. Шымбұлақта жүрміз. Шымбұлақтың табиғаты керемет. Бізде бар гаджеттерге, смартфондарға тест түсіріп жүрміз қазір. Мына осындай кадрларды көріп аласыздар. Бұл фронталдық камерасынан түсірілген видео, яғни алдыңғы камера. Дауысы да осылай шығып тұр, микрофонсыз, өзінің табиғи микрофонына түсіріп жүрмін. Міне осындай кадрлар. Сонымен достар, біз бүгін Huawei Mate 20 Lite смартфонына шолу жасадық. Ал бұл смартфонды сатып алу немесе сатып алмау, ол сіздердің шешімдеріңіз. Комментарияға алдағы уақытта қандай техникаға, смартфондарға распаковка немесе шолу көргілеріңіз келеді жазып кетіңіздер. Міндетті түрде соларға видео түсіретін боламын. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Cosplay. Келесі кездескенше сау!